Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Терезенің тарсылынан шошып оянған Айша орнынан атып тұрды. Есікке барып еді, түпкі бөлмеден анасы шығып есік ашты. Даланың аясын ішке ала кірген ораза тоңып қалған қолдарын уқалап тұр. Тыныштық па, не болды түн ішінде, деді Ұлжан артқа шегіне. Қайнінісіне ішіп алмаған ба дегендей үңіле қарап. Бұл кезде Өмірбек те бөлмесінен шығып қарап тұрған. Қырып кетті. Қырғаны несі дұрыстап айтсаңшы? Ана Жидебайдың үйінде отырғанбыз. Өткендегі алған көлігін жуған. Созбай тоғайтерін айтсаңшы, деді шыдамсыздық танытқан Өмірбек. Көшеде қаңғып жүрген баласы келіп өлтірді. Өлтіріп кетті деп шуласын. Сенбей отыра бердік. Бірақ ананың түрі жаман айтып қоймаған соң көшеге шықтық. Шынымен өлтіріп кетіпті. Жаңа ғана, деді тұтығып. Кімді, деді енді Ұлжан шыдамай. Кімді болғанда? Ана Тұрсынбектің баласын. Ей, оның 3 баласы бар ғой, кімді? Әскербегін, дегенде Ұлжан да Өмірбек те Айшаға қарады. Айша болса тұрған жерінде құлап бара жатты. Әскербек Айшаның келесі айда тұрмысқа шығайын деп отырған жігіті болатын. Жасы үлкен жігіт Айшаның басын айналдырып, соңында қалай көтеріп қойғанын білмей қалған. Алғашқы кездері ішін тартып байлап жүрген. Бір күні Ұлжан біліп қойып, шу шығарып, Тұрсынбектің үйіне қайта-қайта барып жүріп, ақыры қызын алдыртатын болған. Тұрсынбектің әйелі бұларды өздеріне тең көрмеді ме? Алғаш барғаннан менің баламнан емес шығар, қайдан білеміз деп шаңкете қалған. Менің қызымды кім деп отырсың сонда? Мойындамаса сотқа арыз жазамыз деген соң бері қарап, Әскербегі де келісіп, екеуін үйлендірмекші болып келіседі. Қаңтар айында үйленбейді, ақпанға қалдырайық, одан қалса іші де өсіп қалды деп жүргенде міне болған оқиға. Әскербектің өзі де жүрген бір мазасыз сотқар бала еді. Жүрген жерінен шулатып, қашан болсын төбелестің ішінде жүретін. Соңында өзі опық жеді. Келесі күні оны өлтірген бала ұсталып қамалды. Айша болса үйде қалды. Жылап-жылап, басы қазандай, көшеге шыға алмай қалған. Қайғы жұтқан Әскербектің әке-шешесі жетсін. Қырқын өткізіп жүргенде Айшаны ешкім ойламады. Айы күні жақындап торсықтай ұл туды. Ұлжан қызын үйге әкеліп, кішігірім шілдеханасын жасайды. Сондағы ойы баламнан қалған ұрпағы еді деп Тұрсынбек пен Гүлжан келер деп ойлады. Баламдікі ма, кімдікі, оны әлі дәлелдеу керек деген Гүлжанның сөзін біреулер жеткізген соң Ұлжан үмітін үзді. Іздемесе қойсын, мен де қарап жүрген адам емеспін. Әлі алдыма келеді ол Гүлжан деп, балаға Дидар деп есімін қойып, өзінің атына жазып алады. Дидар 1 жасқа толғанда Айша оқуға түсіп, қалаға кетіп қалады. Дидар болса Өмірбекті әке деп, Ұлжанды ана деп өсіп жатады. Өмірбектің өздерінің 4 баласы бар. Дидарды жиен демей өз ұлдарындай өсіреді. Оқып жүріп Айша да тұрмысқа шығып кетеді. Дидар өсіп мектепке баратын болады. Міне, осы кезде оқиға желісі қыза бастайды. Қаладан келген Тұрсынбек ауыл орталығындағы дүкен қасына тоқтай қалады. Көліктен түсіп бел жазып тұрғанда дүкеннен бір бала шығып келеді. Жүзі сондай таныс, өзінен аумайды ма бірдеңке. Бала болса дүкеннен алған балмұздағын ашып жей бастады. Бұған тіпті қарамайды да. Қасынан өтіп бара жатқанда балам, тоқташы, атың кім, деді. Дидар, деді ол бейтаныс адамға көзін сығырайта қарап. Қолындағы тастай балмұздағын шалп еткізіп бір жалап алды. Кімнің баласысың? Өмірбектің, деді, тағы не сұрайсың дегендей. Тұрсынбектің іші қылп ете қалды. Төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Неге осы уақытқа дейін бұл баланы көрмеген? Өмірбектің баласы іші удай ашып өмірінде қандай қателік жібергенін енді түсінгендей тұрған орнында тұрып қалды. Көз алдына Әскербегі келді. Бала кезінде тура осындай еді ғой. Әкелеп мойнына отырып алатын. Баласына деген сағыныш оты лап ете қалған ол, балмұздағын жалап кетіп бара жатқан баланың артынан біразға дейін қарап тұрған еді. Көзінен аққан жасын да байқамай қалған.
Көлігіне қайта отырып үйіне асықты. Есіктен кіргеннен «Гүлжан, Гүлжан» деді айқайлап. «Не болды?» деді шошып кеткен Гүлжан жүгіре шығып. Қасына жетіп барған Тұрсынбек «Әскербекті көрдім» деді. «Не дейді? Не деп тұрсың? Есің ауысқан ба?» «Құдай сақтасын. Өмірбектің ұлымын дейді. Аты Дидар екен» дегенде Гүлжан артқа шегіне берді. «Не білдірдің сен? Сен анасың ғой. Неге білмегенсің?» «Нені? Өтірік топас бола қалма. Саған айтты ғой Әскербектен деп. Екеуін үйлендірмек болғанбыз. Мені қойшы. Ана болып сол баланы неге іздемедің? Сол Өмірбектің қызы босаныпты деп бір айтып отырған едің ғой. Кімнің баласы білмедік емес пе?» «Біздің бала. Маған Әскербек. Өмірбекті әкем деп еттейді» деп есікті сарт жауып сыртқа шығып кетті. Аяқ қолы дірілдеп Гүлжан қалды. Түнімен ұйқысы қашқан Гүлжан келесі күні Рабия бармақшы болып шешті. Рабия құрбысымен анда-санда бір жиындарда кездесіп тұрады. Рабия осы ауылдың анықтама бөлімі десе де болады. Елмен жұртпен көп араласатын, ашық жарқын мінезі бар. Көпшілік жерде жүргендіктен ауылда кім не істеп жатыр, қайда кетті, не болды, барлығын біліп отырады. Біреу бірдеңке сұраса, тағы ұялмай айтып береді. Өтірік бірдеңкені сылтауратып барғандай болып, Рабиямен енді әңгімені соғып отыр. «Келгенің жақсы болды ғой, ішім пысып отыр еді. Ертең қалаға барсам ба деп отырмын». «Жай шама. Қайынсіңлім өткенде босанды ғой. Бау берік болсын. Рахмет, енді соған сыйлықтар алу керек. Сенбі күні барамыз. Осы сен маған бекер келген жоқсың, біліп отырмын. Не шаруаң бар айт?» деп сұрағын төтесінен қойды. Сұрағанда сол ана Ұлжанның Айша деген қызы бар емес пе? Сол қазір қайда екен, хабарың бар ма? Ол қыз ауылдан кеткелі қашан, қазір тұрмысқа шығып алған. Бір баласы бар деп естідім. Өткенде үйіне түркіндетіп келгенін де көргенмін. Оны неге сұрадың? Сол қыздың бір баласы бар еді ғой, деп еді. Сенің немерең бе? Деді Гүлжанға қарап. Оны қайдан білейсің? Білетін несі бар? Өзіңше Өмірбектің қызын балаңа тең көрмей. Мен сенбей қойғаның есіңде ме? Гүлжан үндемеді. Айтпақтай, ол бала қазір өсіп қалған кәдімгідей. Құдай-ай, бір талай уақыт өтіпті ғой. Мектепке барып жүр деп естігенмін. Білемін, Тұрсынбек көріпті. Оны сендер неменеге жетісіп адам менсінбей қаласыңдар. Енді бала керек болып қалды ма? Дегенде Гүлжан жақтырмай жиырылып қалды. Қолыңдағы келінің көтерді ме? Жоқ, 5 жыл болды келгеніне. Апармаған, қаратпаған жерім жоқ. Өткенде туа алмайсың депті. Ой, бұл қиын болған екен. Жоқ, аралары суық сияқты. Келін төркіндетіп көп кететін болып жүр. Кенже балаң үйленсе немерелі боласың әлі. Қамықпа. Ол әлі жас қой. Мектепті келесі жылы бітіреді. Құдайдың өзі мені жазалады ма білмеймін. Сол баланы қабылдауым керек еді, деп көз жасына ерік берді. Балаларың жас қой, әлі-ақ немерелі боласың, қорықпа. Айтқаның келсін. Тұрсынбек көріпті, көшеден бері маған шүйлігіп жүр. Жанының бір бөлігін жұлып алғандай әсерде ма білмеймін. Ол да сабасына түседі. Қайдам, сен оның түрін көрген жоқсың ғой, деді қамығып. Оныкі де дұрыс шығар, Өмірбек. Ол баланы өз атына жазып алған. Айшасы балаға мүлдем қарамайды. Бала әуелде оның анасы екенін де білмейді ғой деймін. Енді Өмірбектің баласына қайдан жолайсың, деді Рабия Гүлжанның көңіліне қарамай. Арада бір апта өтсе де Тұрсынбектің қабағы ашылмады. Тамағын үнсіз ішіп тұрып кетеді. Үйдегі бір адаммен сөйлеспейді. Оның былай жүргені үйдегілерді ойландыра бастайды. Бір күні үлкен ұлы Ахмет Гүлжанға келіп, «Мама, папаға не болған?» сөйлемейді. Сұрағыңа жауап бермейді. Бізге ренжіп жүрме. Бір жері ауырып жүрме, дейді. Қайдан білейін, өзінен сұрасаңшы. Сұрадым, сіз білмесеңіз, мен түсінбедім. Мен де түсінбедім, деп құтылады. Кеше Тұрсынбекке балалардың мазасын кетірдің. Болды ғой енді, дегені сол еді. Ана Сүлейменді білесің ғой, ішіп алса көпіретін. Өткенде елдің көзінше немерем 1-ші сыныпта оқиды. Мұғалімі күнде мақтайды.
Ақылды бала болатын сияқты өзіме тартқан. Айтпақтай, Тұрсынбек, сенің де немерең сол сыныпта оқиды. Менің баламмен бірге отырады екен. Өткенде барғанда көрдім. Жоқ, әлде Өмірбектің баласы деймін бе деп, қарқылдап күліп мазақ қылды. Не істе дейсің маған, деп сілкінді. Келесі күні Гүлжан елден ұрланып мектепке келді. Мектепке келмегеніне де біраз уақыт болып қалыпты. 10-шы сыныпта оқитын ұлы Айдостың мұғалімі шақырмаған еді. Сонда да келіп, жындадан құсап, алыстан бақылап біраз тұрады. Уақыт болды дегенде балалар үйге қайта бастайды. Міне майда балалар да шыға бастады. Құдай-ай, мынау кім? Гүлжанның көмейіне бір түйін келіп тығылды. Мынау Әскербек қой, аумаған сол. Дәлелдеудің қажеті жоқ. Бала сөмкесін арқалап алып, қасындағы балалармен алысып келеді. Ол да тура осындай еді. Түзу жүру, түзу тұру дегенді білмейтін. Қасындағылармен алысып, жеңіліп қалса тартысып жүретін. Балам, балам деп дауысының қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Көзінен сорғалап аққан жасы бетін жуып жатыр. Әскербегі қайта тіріліп келгендей әсерде болған Гүлжан Тұрсынбектің ашуын енді түсінгендей болды. Мектептің қасынан тез кетіп қалуға тырысып, алдыға қарай жүре берді. Елден сұрастырып жүріп Олжанның телефон нөмірін алады. Оған қоңырау соға алмай бір апта жүреді. Әйтеуір бір кезде қоңырау соғады. Арғы жақтан «Алло, тыңдап тұрмын» деген дауыс шығады. «Амансың ба Олжан, мен Гүлжанмын ғой» дегенде арғы жақта біраз үнсіздік тұрады. «Алло Олжан, саған жолықсам деп едім» дегенде бірақ «Менің сенімен айтатын әңгімем жоқ» деп тұтқаны қоя салады. Артынан бірнеше рет қоңырау шалса да тұтқаны көтермей қояды. Ақыры Олжанның үйіне барады. Дидарды көріп қалармын деп жан-жағына жалтақтап қарағанымен ол шыға қоймады. Есіктен ішке кіруге шақырмаған Олжан «Тыңдап тұрмын, уақытым жоқ, айта бер» дейді. Алдына келіп тұрған Гүлжанды көріп бір рахат алғандай. Онысын тіпті жасырмады да. «Олжан, менен бір қателік кетті. Кешір мені. Маған не дейсің?» Баламды арасында дей бергені сол еді. Ол менің балам. Баламды ешкімге бермеймін деді жұлып алғандай. Менің таласым жоқ. Арасында көріп тұрсам болды. Оған тіпті айтпаймын да деді телміріп. Жоқ, оның жүрегін ауыртып, екі ортада жынды қылайын дедің бе? Шық үйден, деп итермелеп шығарып жібереді. Гүлжан кете сала Олжан Өмірбекке қоңырау шылады. Айттым ғой, келеді деп. Келді, деді ентіге. Кім ол келген? Гүлжан келді. Баламды көріп тұруға рұқсат бер деп қояды. Ой әкеңнің, деп бір боқтап алған Өмірбек, жолатпа үйге, келтірме, деді тағда боқтап. Кешкі асқа үй ішіндегілердің барлығы жиналып қалыпты. Тұрсынбек сол баяғы үнсіз отырған болатын. Айдос қарап отырмай, мектепте інімді көріп тұрамын дегені бар емес пе? Барлығы жалт қарады. Қайдағы іні? Дидарды айтамын, Әскербек ағамның баласы 1-ші сыныпқа келді дегенде, Ахмет, өсіп қалған екен ғой деді. Сендер білуші ме едіңдер, деді Гүлжан. Әскербек менен ештеңкесін жасырмайтын. Жеңгең Айша болады деп суретін көрсеткен. Айша босанған кезде үйіне барғамын. Жолама деген өзіңіз емес пе? Деп Гүлжанға қарағанда Тұрсынбек орнынан тұрып кетті. Осылай жылдар өтіп жатты, Дидар өсіп жатты. Жасы 15-терге келіп, есі кірген шағында бала ойланатын болды. Айнаға өзінің бейнесіне ұзақ қарап отырады. Әкесіне, не анасына ұқсамайтын сияқты. Екі әпкесі мен екі ағасы да басқаша. Олардың түрі бидай өңді, еріндері жұқа, көздері аздап қысыңқы болса, бұл қайдан шыққан? Жоқ, нағашыларына тарттым екен. Мінезі де басқаша екенін байқап жүр. Бұрында мұндай ойлар басына келмейтін. Көктемде үйлерінде аталарына деп Құдай тамақ берген. Сол кездері бейіт басына барып, отбасымен Құран оқытады. Қайтар жолда бейіт ішінде әр суретке бір қарап жүріп, басқалардан бөлініп алыстап кеткен. Кенет бір суретке көзі түскен, өзінен аумайтын бір жігіт. Астында Әскербек деп аты жөні жазылған. Өзінің біреуге ұқсайтынын сол кезде бірінші рет көрген еді. Бірақ түсіне қоймады.
Содан бері өзін үйдегілермен салыстыратын әдет тапқан. Ақыры жауабын таппаған соң бір күні әкесі мен анасына төтесінен сұрақ қояды. Мама, осы мен кімге тартқанмын? Неге папа сізге, немесе мама сізге ұқсамаймын деп екеуіне сұраулы көздерімен қарап қалады. Өмірбек орнынан тұрып қипақтай бастағанда Ұлжан, сені мен туған жоқпын дейді. Өмірбек көзін алартып, қайдағы жоқты айтпа деп еді. Көріп тұрсың ғой, балаң өсіп қалыпты. Бүгін болмаса ертең бәрібір шындықты біледі. Сырттан естігенше одан да бізден естісін деп өзіне үрейлене қарап отырған баласының қолына алып, балам, саған бұрын айтпағанымыз ерте деп ойладық. Қазір есің кіріп ер жеттің. Түсінігің бар, мен саған шындықты айтайын дегенде Дидар қолын тартып алады. Мен сені туған жоқпын. Сенің шешең Айша деп бар шындықты айтып береді. Үнсіз тыңдаған ол бөлмесіне кіріп келесі күнге дейін шықпай қояды. Келесі күні әкесі мен шешесіне жасым 18-ге толғанда мен бұл үйден кетемін деді. Өмірбек те Ұлжан да сұрақ қоюға қорқып отыра берді. Дидардың бар ойлағаны, неге мен? Сонда мен әкемнің туыстарына керек болмаған екенмін ғой. Айшаға да керек болмағанмын. Осы уақытқа дейін маған бір балам деп еміреніп көрген емес. Неге мен деп ішіне толған үңірейген тесікті жаба алмай әлек болды. Мінезі де бірден өзгеріп кетті. Ол Өмірбек пен Ұлжанға түк ренжіген емес. Әкем, анам деп екеуін жақсы көріп тұр. Тек сол біреулерге керексіз болып қалғаны бала жүрегін жаралап жіберген еді. Өзі айтқандай мектепті бітіре сала қалаға кетіп қалады. Ауылда жүргенде Тұрсынбек пен Гүлжанды да көреді. Ахмет пен Айдоспен де танысады. Айдос өзі іздеп келіп әңгімеге тартқан еді. Айша үйге келген кезде бұл үйден кетіп қалады. Келетін шығар деп Айша 3 күн күткенімен келмейді. Мінезі бар екен дейді сонда. Тек қалаға кетерде, мама, папа, келіп тұрамын ғой, мені ойлап қайғыра бермеңіздер. Қаладан үй алсам сіздерді көшіріп әкетемін деп қоятынын қайтерсің. Оқуға түсе алмай аға жеңгесінің үйінде тұрып жұмыс істеп жүреді. Жұмыстан келсе есік алдында көлік тұр. Қонақтар келген екен ғой деп ішке кіргені сол еді. Төрде отырған Тұрсынбек пен Гүлжанды көреді. Екеуі бірден орындарынан атып тұрады. Балам, біз сенен кешірім сұрау үшін келдік. Жас болдық, соқыр болдық. Қартайтқан шығармыз да, бізді қалай жазаласаң да болады. Кешір бізді деп Тұрсынбек Дидарға бір жалынышты түрмен қарап, иә, мен алғаш естігенімде қатты ренжігенім рас. Өмір бақи сол ренішімді арқалап жүргім келмейді. Мен сіздерді баяғыда кешіргенмін. Дегенде Гүлжан Дидарды құшағына алып ұзақ жылайды. Балам менің, алтыным. Рахмет деп қайталай береді. Кейінірек Дидар үйленгенде Әскербегімнің тойын жасап бере алмап едім. Дидарымды өзім үйлендірейін деп Өмірбек пен Ұлжаннан рұқсат алып тойын жасап береді. Ол тойға Айшаны да шақырады. Той үстінде Гүлжан Айшадан кешірім сұрайды. Дидар Айшаны да кешіріп төрге шығарады. Сонша жылдың соң көкірегінде бір тыныштық орнап, өзін бақытты сезінеді.